Сарысу ауданының тұрғындары, құрметті Киелі Саудагент ауылының тұрғындары, құрметті қонақтар. Бүгін міне 31 мамыр біздің қуғын-сүргінге ұшыраған күндердің қазалы күн деп осы еске алу күніне жаппай халық келіп жиналып тұрмыз. Бұл нәубат 28-33 жылдардағы халықтың басына төнген өте қайғылы қасіретті кезең болды. Қаншама адамдарымыз жазықсыз атылып кетті. Жазықсыздан жазықсыз белсенділер бірін-бірі ұстап берді. Бұл осымен ғана қоймай, аналарымызды да мынау нелердің қуғын-сүргінге ұшыраған, репрессияға ұшырағандардың әйелдері деп оларды қамақ қалды. Ол Алжир болатын. Алжир, Ақмола, Ақмолинский лагерь, измен родине, күйеулері отанын сатқан деп олардың әйелдерінде қамақ қалды. Және Карлақта да қаншама аналарымыз, қаншама ер азаматтар неге қасиет тұтты. Және олар өмірден озды. Жазықсыздан жазықсыз бірнеше біздің белсенді азаматтарымызды барлығын Россияға алып кетіп, сояқтағы түрмеге қамап, сөйтіп ол жерде оларды жаңағы атты. Олардың бірнеше деген мүрделерінің бәрі табылмай, із-түзсіз кетті. Соның бәрі кейіннен анықталып жатыр. Қазір соған ағайын туыс бауырлары барып, бір шамалы болса да бір уыс топырақ тапарып, салып, және соларды еске алып жатыр. Бүгін міне осы жылдағы өтетін 31 мамырдағы неге қайғылы қазалы күнді еске алуды біз үлкендер кейінгі ұрпаққа осының бәрін айтып отыруымыз керек. Кейінгі ұрпақ біліп отыру керек. Бұл не дегенменен осы өмірге бізді алып келген аталарымыздың салып берген жолы, олар жанқиярлықпенен бізді осындай дәрежеге жеткізді. Біз еш уақытта репрессияға ұшыраған адамдарды, оларды, аталарымызды, аналарымызды еш уақытта біз ұмытпаймыз. Біз оларды еш уақытта мәңгі есімізде сақтаймыз. Қаза тапқандарды алып, шапағат болсын, өлгеймен тірге береке берсін.